Ордабасы командасы биыл кубокты алады, Манчестер Юнайтед Англия чемпионы болады. Ойбай. Не болса да финалдамыз. Зато стадионды зорып істеп қойды. Ачу таратуды бастаймыз. Өйткені байқасаң, Техас Фанста азайып кеткен. Пенальти тебуге шыққан жігіттердің ешқайсысы Қазақстан азаматтары емес. 29 матчтың 28 очко жинапты. Олар былтыр тура осы біздің Ордабасы сияқты жаңағы Лига Европаны аламыз деп барып та Тоттенхемге ұтылып қалды ғой. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулық пен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егер де сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Ассалаумалейкум достар, бүгін сіздермен тағы неге офсайд? Біздің қонағымыз уже тұрақты қонақ демесек те болатын шығар, уже сізді жүргізіп жатырмыз екеуміз бірге. Мәке, и сіздермен мен Заир. Мәке, бастайық Ордабасын. Бірінші Ордабасыдан бастайық, потому что қазір бәрі неге өтіп кетті. Ордабасын кеше ойын ешкім бүйтіп сөйлескенде ештеңе істеген жоқ. Бәрі Қайраттың Реал Мадридке түскенін, сол айқай шу болып жатыр Қазақстанда негізі. Біз бірінші өзіміздікінен бастайық. Иә. Ордабасы туралы не дейсіз? Ордабасы кеше ешкімге айтпай финалға шығып алдық. Ешкім сезген де жоқ қой негізі. Ешкім сезген жоқ. Жұрттың бәрі Реал Мадридті күтіп отқан кезде біреуі Барселона күтті, біз үндемей неге шығып алдық? Финалға шығып алдық. Құдай қаласа енді Қызылорда қаласына жол тартамыз, егер кубокты ұтып жатсақ, нұр үстіне нұр. Енді Ордабасы жайлы өзі бұрыннан айтып келе жатырмыз ғой, не айтуға болады? Ордабасы биылғы жаңағы кубокты финалисі дегені аты бар. Бірақ чемпионаттағы өткенде Ұлытаудан ұтылып келдік, естіген шығарсың? Иә, естігенде көрдік қой. Ешкімге айтпай 2 гол жіберіп алдық. Енді түсініксіз өзі Ордабасының соңғы 2 ойындағы көрсеткіш төмендеп кетті, көрсеткіші де соққылары да төмендеп кетті. Бұрында біз 25 соққы жасадық, оны дәл бағытталды деген сияқты мақтанатын едік қой. Кеше мынау Ұлытауға қарсы Ұлытау бізбен тең ойнады, бірақ енді тең ойнап біз жеңіп қойды ғой. Соққылардан да ұтылған жоқ, дәл соққысынан да ұтылған жоқ. Тағы олар бір 11 метрге айыпты оған соға алмай қалды. Штангеге тиіп қалды. Енді кеше Ордабасы командасы күні кеше жартылай жаңағы финалда үйде кімді қабылдадық? Жаңағы Қызылжар. Өзі биылғы өзі Қызылжармен Ордабасы үшін сойқан 4 ойын 0-0 аяқталды деген енді қалайша түсінуге болады. Түсініксіз. Кеше енді әйтеуір экстра таймда Құдай сақтап 1 гол соғып. Мен ойлаймын, нечайно кіріп қалды деген. Кіріп қалды енді. Бір теуебет кіріп кетті. Енді бұл жерде енді нәтиже ғой. Басты нәтиже финалдамыз. Кешегі Ордабасының ойыны өте сүреңсіз болды. Ол сүреңсіздіктен бір бөлек кеше жанкүйер барған жоқ. Иә, мен көрдім. Шамамен бір 2000-дай ма жанкүйер келді. Емін-еркін өзіміз әңгіме қылып, абсурдайт етіп, жаңағы экстра тайм ойнап жатқан кезде өзіміз анау Қазспорттан жеребіп көріп отырдық. Сөйтіп Ұлытауды, жаңағы Қызылжарды жеңіп, финалға шығып бір марқайып отырмыз. Түсініксіз жағдай, кеше олар Жақсыбаев капитан болып шықты. Мен мына соцсеттерді қарамадым, не себеп болды екен білмедім болды, хабарың жоқ па? Жоқ, қараңда, кеше мен де матч көрдім, бірақ жұмыста болды, мен шығамадым, мен барам деп ойлап жатқан едім, бірақ жұмыс көбейіп, қазір бізде жұмысынандай адам көп. И содан қарап жатырмын, андай, не дейді, ойында ойын жоқ. Ойын жоқ, өте. Негізі финалға мен шын отзыв айтайын, Ордабасы бітіп шығуға лайық емес Ордабасы. Бұндай ойынмен финалға лайық емес. Бұл ойын ертең білмеймін сендер финалда қалай ойнайды Ордабасы. Қазір мысалы Тобыл уже 0-0. Почти мен ойлаймын Тобыл шықса керек. Егер Тобыл шығатын болса, білмеймін мен бір нормальный бір андай не дейді, өзінің деңгейден бір
жоғары секірмесеңдер ештеңе істей алмайды Ордабасы. Терлеп тұрып кешегі Қайрат Селтикпен қалай ойнаған болса, ертең финалда сөйтіп ойнау керек. Андай от души да, просто емес, ойнап жатыр, как будто андай ойнайсың ғой, мысалы любительский бір әшейін барып ойнап келейікші дегенде ойнап жатыр да. Енді бірдеңені жыртып, бір аяқ сындырып, бірдеңе ойнасаңдаршы деймін. Айтып жатыр ғой, Сейсенбек айтып жатыр ғой, барлығы жерде бізге кубокты обещать етіп жатыр ғой. Біз кубокты аламыз деп. Енді бір мотивация беретін шығар, бір премия бере ма, ойнайтын шығар. Бірақ кесегі ойын енді мүлдем сүреңсіз. Мен просто түсінбеген жағдайым, Мали негізі құрамда ойнап жатыр, капитанымыз. Ал бірақ осы жанкүйерлерге қарсы жұмыс жасай ма, барып кімді? Олар Жақсыбаевты капитан қылып қойған да, или бір олар Жақсыбаевқа бір қолдау білдірейін деді ма? Бәрі оны жаман көріп отыр ғой, типа түспесін. Бүкіл Ордабасының жанкүйерлері олар Жақсыбаевпен жаңағы Абылайхан Жұмабектің жалпы ойынына қарсы ғой. Кеседе Абылайхан Жұмабек шықты ғой қосалқы құрамнан, бір қатырған шамалы да. Енді шын айтасың, мынау түрімізбен біз кубокты ұта алмаймыз. Ойын или осы жаңағы кім еді біздің қарсыласымыз? Тобыл енді Қызылжар ма еді? Иә, кешегі Қызылжар. Қызылжармен Ордабасы өзі 4 ойын 0-ден аяқталды ғой, жаңағы о жақта, бұ жақта, или екеуі бірін-біріне сондай бір магиялар бар ма? Өткенде Ордабасы 2 красный карточкамен ойнап, 0-0 ойнап қайтқан сияқты. Бір целый тайм ойнап, 9 ойыншымен сөйтіп қайтқан еді. Енді білмеймін, әйтеуір түсініксіз жағдай. Не болса да финалдамыз. Зато стадионды зорып істеп қойды. Мынау беговой дорожкасын бәрін кәдімгі Европадағыдай көкпенбек қылып, енді анау қақпаның 2 артынан бір жаңағы Ордабасының эмблемасын істеп қойса, енді керемет болып тұрады. Келесі жылға дайын деген сөз. Одан кейін шөбіміз көгеріп қалды. Өткенде шөпті мазасы кетіп қалды ғой. Сарғайып біраз жоқ уже. Күн салқындады ма, уже шөптер. Енді бұндай сұраққа кеше Ордабасының несі? Амбассадоры Сүлеймен маған келеді ғой. Екеуіңдікін көрдім ғой мен. Кеше мен шашын алған мен. Шашын сақалыңды алып тастапсың ғой. Неге барам деді, суретке, съемкаға барам керек деді. И келді. Мен айттым, финалға шықсақ дедім, мақұл. Кейін финал неде болады? Қызылордада. Қызылордада бола ма? Иә, оны уже. Стадион оған дейін дайын бола ма деген сұрақ. Ол да менен сұрап отыр да, айтып жатыр да, дайын бола ма екен деп отыр да, ол да маған. Бүйтіп біз де білмейміз дейді да, оларда ше, стадион дайын бола ма оған дейін деген сұрақ. Дайын болады уже, көк жаңа ояқтан да искусственный газон ғой. Уже оны төсеп қойды. Орындықтарын уже орналастырып қойды. Өйткені оны уже официально айтып қойды. Қашан болады финал? Әлі числосы? Әлі белгісіз, осы неде болады ғой? Сентябрьде ма? Жоқ, октябрьде болады ғой. Октябрьдің аяғында тамам болу керек. Болды. Барып тұрмыз ғой, Құдай қаласа. Барамыз енді. Финалға барамыз Ордабасыға. Жаңа 11 000 адам сиятын стадионға барып көріп қайтпаймыз ба? Қызылорданың жаңа стадионын барып. Чигветтен неше километр примерно ол? Ұзақ емес қой? Ұзақ емес. 3 сағатта жетсек керек. Сошама, бір. Болды, Құдай қаласа барып тұрмыз, бір қонақ болып қайтамыз. Кезінде анау студент кезде сол Қызылордадан барып машина деп келетін тұғымыз. Пойызбен барып машинамен қайтатын тұғымыз. Енді машинамен барып машинамен қайтамыз бұл жолы. Құдай қаласа. Енді қараң, бізге тобыл шықса, енді примерно ғой, қазір әлі болатыр ойын. Біз түсіріп атқан кезде ойын болатыр, біз білмейміз әлі. 0-0 еді. И тобыл түссе, не істейміз кен біз? Анада көрдіңіз? Жоқ, тобылдан қорқудың керек жоқ деп ойлаймын мен. Енді жеңіс түссе, енді жеңіс білесің ғой, жаңа федерация крышалары бар. Жаңағы кім біледі енді ояқта не болып жататыны финалда. Біздің ойыншыға бір сары қағаз беріп қойып болмаса, бір жаңағы жоқ жерден айып топ пенальтилер болып кетуі мүмкін ғой. Сол себепті бізге тобылдың шыққан дұрыс деп ойлаймын. Өйткені честный ойын болады да. Жеңгені жеңеді. Жоқ, енді көрдіңіз ғой, бір апта алдын тобылмен ойнадық та, біз не болдық? Жоқ, тобылмен тағы ойынымыз бар ғой біздің гостях. Жоқ, болғанмен
ойынды көрдіңіз ғой, тобыл бірінші таймда 3-0 біз 3-0, енді екінші таймда біздікі 3-3 болып қала жаздады ғой. Енді бірінші таймда анау баланың қателіктерін жасады ғой қорғаушылар. Мынандай да, тобыл 3 гол ұрғаннан кейін по-любому ойынды сәл тастайды. По-любому сәл тастайды олар. Сол кезде Ордабасы жұмыс істеді, сәл болса да бүйтіп тірілді. А кешегі ойын, мен білмеймін аналары. Енді жалпы биылғы Ордабасыда ойында идея жоқ қой өзі, мынау. Ойыншыларға жабасылады, одан кейін тренеріміз оратор екен, өзі сөзге жатып алған. Анау дейді, мынау дейді, бірақ негізі Ордабасыда идея жоқ ойында. Кеше Арман Пірманов па, кім еді? Иә, Пірманов. Сол кісі сұрақ қойып жатыр. Анау жауап беруші, білмеймін мен, андай ол профессионал адам ба, адам профессионал емес па? Мы понимаем деп тұрыпты да. Понимать етсең, жұмыс істейсің, ойнатсай болдарды. Нам тоже сложно, анау мынау, типа тек өзін алып қашу да. Өзін алып қашып жатыр ғой, анау кімде Арайда сұрақ қойды ғой, сіз жаңағы шабуылшы керек деп айтасыз да, мынау кімді, Абылайханды аласыз. Абылайхан 5 метр жерден гол соға алмайды десе, жоқ, ойыншыларды өйтіп критиковать етуге болмайды дейді. Жанкүйер болғаннан кейін ол сондай, ол айтады. Ертең мысалы жанкүйер қандай болады? Сен бүгін мықты ойнап тұрсың, бір 3 матч жаман ойнаш, болды, сен керек емессің клубқа. Дұрыс па? Ол жанкүйер сөйтіп ойлайды. Любой адам. Ол тренер емес, ол біз жанкүйер болғаннан кейін сөйтеміз. Ол бүгін мықты ойнап тұрсың, ертең 2 матч жоқсың, и болды уже. Бәрі айқай-шу болады по-любому. Иә. Сол үшін ол стабиль бірдеңе істеу керек. Ордабасы өтініш, ертең кубок кетпесінші. Бір ендігі жыл Еврокубокқа қатысатын бірақ үміт та бізді. Қазақстан кубогының чемпионы ретінде қатыса аламыз да ертең ананы ұтсақ, егер ұтсақ әлі. Енді менде мынандай ойда бар. Мысалы үшін биыл бәрі Ордабасын жамандап кетті ғой. Мысалы үшін жаңағы Еврокубоктерге қатысқалы қатырмаған, Ордабасы үйтпеген. Биыл может жаңағы басқа команда қатысып көрер, Ордабасы бір жыл демалар деп өзім ойлап отырмын. Өйткені Ордабасының әлеуеті өзінің көзге көрініп тұр ғой. Ертең финалда жеңіп кетеді дегенге мен күмәнім бар, бірақ жоқ, бәрінің күмәні сонда да сенеміз ғой енді командаға. Енді может бір жыл пропускать етсе, евро турнирлер, додалар жаңағы ақшасы азаяды, одан кейін бұлардың да жаңағы миларына жететін шығар. Сол ақша азайғаннан кейін жаңағы талтаңдап жүру деген болмайды. Сол себепті ойлап атқаным, келесі жылға жақсылап селекцияны дұрыстау керек. Мынау кешегі маусым жартысында алған мынау Наумес, Бакука, жаңа Капуциналарымыз, мынау Астановтар, что-то соңғы кездері ойындарының мазасы жоқ. Кешегі ойында Эвертон техникаға салып ойнағысы келеді, бірақ физикасы жетпей қалады. Енді кеше экстра таймда анық көрінді, жаңағы Қызылжардың физикасы шыдамады. Өйткені Ордабасының физикасы енді дұрыстау ғой, мынау тренер физикаға жұмыс жасайды. 90 минуттан кейін уже біліне бастады, аналар уже сыр бере бастады да. Ал гол соғылғаннан кейін Ордабасы өзінің ойынымен амалдап бітіріп шықты, ойынды алып шықты. Енді Ордабасы командасы мынау ішкі біріншілікте ешқандай мүмкіншілік жоқ. Ішкі біріншілікте қана енді жаңағы жаттығу деп ала берсе болады. Енді очко таратуды бастаймыз, өйткені біз неге бірінші дивизионға түсіп кетпейміз, Еврокубокке жете алмаймыз. Енді жаңағыдай жақсылап сөйлескен кісілерге 3 пайдан беріп шығамыз ғой енді. Жаңағы 1-2 тиын трибунаның астында кешегі Ордабасы командасы мынау нақақтан нақақ мынау Тұранға қастандық істеді деп айтуға болады да. Тұран деген біздің көршіміз, баяғы бір облыс. Тұранды ұтады да, бұлар Тұранның басты қарсыластарына жеңіледі. Бұл дұрыс емес қой. Наоборот, Тұранға ұтылып басқасын ұту керек еді. Бұлар Тұранның жаңағы қарсыластары Қайсарға ұпай беріп келді, Атырауға ұпай берді. Кешегі Ұлытауға 6 ұпай беру деген бұл масқара ғой енді. Кеше кімнің 1 сағаттық эксклюзивті сұхбаты шығыпты, мен бірақ көрген жоқпын оны. Тренердің өзі енді жаттанды нәрсе ғой. Кешегі анау бірінші болға кім барып сұхбат берді ғой? Асқат Сейсенбек.
сол баяғы арайға берген сияқты, сол бір жаттап алған нәрсе. Үйттік, сол ешқандай басқа бір жаңашылдық жоқ. Енді не болса да көнуге тура келеді, басқа ешқандай амалымыз жоқ. Шабуылшымыз да жоқ, қорғаушымыз да жоқ дегендей ғой. Бұлай жалғаса берсе жанкүйерден айырылып қалу деген. Жанкүйерден уже айырылып қалды. Иә? Кеше айтып отырмын ғой, кеше бір ары кетті 2000 жанкүйер келді. Кәдімгі әңгіме қылып, ешкім айқайлаған да жоқ. Байқасаң, мына Техас фанс да азайып кеткен. Иә. Олар да қарасаз бұрындай көп емес. Биылғы Ордабасыны сол торпедаға қарсы ғана кәдімгі толық стадион болып қолдадық. Содан кейін уже провал ғой. Иә, одан құртты, сол кезде құртты ғой негізі. Қайрат келген кезде, кубок болған кезде бір солды. Енді басқа ойындарда қазір стадион толып қалады, билет ала алмай қаламын дегендей мәселе жоқ. Ой жоқ. Жалпы ойын жоқ Ордабасыда биыл. Иә. Не дейміз енді? Сәттілік. Енді не дейміз енді? Жақсылап сөйлескендерге очко береміз. Кубокта жеңеміз деп айта берейік енді. Кубокты жеңейік енді. Кубокты жеңбесек болмайды, катастрофа. Ұят болып кетеді. Шымкентте қаланың бір командасы. Иә, мегаполис. Ұят болады. Жігіттер, өтініш. Енді қалай ұтасыңдар, ол енді сендердің проблемаларың. Ұту керек, короче. Өтініш жасайсыңдар ма? Трибунан астына шығып сөйлесесіңдер ма? Не істейсіңдер енді? Бірдеңе істеңдер енді. Бұл ұят енді. Бұны ұта алмасаңдар енді ұят. Енді Ордабасының темасын жабайық. Мен әлі не дейді? Қайрат көрдіңіз бе? Бәрі бүкіл Қазақстан көрді. Кеше мен TikTokқа бір видео салғам. Ой, бұл қарылыс қой комментарияда. Бір-бірін атайын деп жатыр комментарияда. Анау Реал жайлы айтып салғаның ба? Иә, көрдім оны. Реал жанкүйерлері енді қай форма киесіңдер деген әңгіме ғой. Ойбай. Қырылып жатыр ма? Қырылып жатыр. Енді бір 2 минут соған арнасақ уақытты. Кейін мен Манчестермен сөйлескім келіп жатыр сізбен. Қайрат туралы. Лига чемпионов қалай түсті? Не деп ойлайсыз? Енді Қайраттың жалпы Лига чемпионовқа өтіп кетуін өзі мен бір жаңағы тамаша деп ойлаймын. Өйткені мен түсінбеймін да осы бір кейбір пабликтерді. Кеше Өзбекстан ұлттық құрамасы мен Қайрат екеуін салыстырып қойыпты да. Өзбекстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатына шықса осынша ақша тапты, Қайрат осынша. Бұл бірін-біріне салыстыратын мәселе емес қой. Жер мен аспан. Иә, бұл жерде бір су, біреу от қой. Ұлттың мүддесі да, ол мысалы үшін өзбек халқының Орта Азиядан бара жатқан алғашқы мемлекетті, оны алып Қайраттан салыстырып қояды да, ол пәлен миллион Өзбекстан тапса, пәлен миллион Қайрат тапты деген. Енді мысалы кеше Қайрат Селтик ойынын көрдік, бәріміз тақым қыстық. Енді қарасаңыз, мынау пенальти тебуге шыққан жігіттердің ешқайсысы Қазақстан азаматтары емес. Ұрғандар. Гол соққан да, соқпаған да, жалпы өзі 4-те өтепті ғой. Может, 5-ші бір қазақстандық шығармайды. Бірақ қарасаңыз, өзі тек қана легионерлер шығып кетті. Енді қақпада ана жігіттің бағы жанды. Болды, сол жетеді ғой, бәрін жауып тастады. Просто менің айтқым келіп отқаны, легионерлер шығып теуіп отырды. Мысалы, қазақстандық бірде-бір ойыншы шығып тепкен жоқ. Мүмкін Сәтбаев болғанда тебермеді. Ал бірақ енді қарап тұрсаң, сол жағы да бар. Енді Лига чемпионовқа шықты. Бұл енді Қайрат Боранбаевтың жеңісі деп ойлаймын. Өйткені Қайрат Боранбаев мырза қаншама жыл жаңағы соған өзінің жаңағы еңбегін, өзінің ресурстарын салып, сондай жағдайға жеткізді ғой. Ағаш екті енді теріп алып жатыр. Енді жайлап теріп жатыр ғой енді. Қатты не кеткен жоқ, жай да. Басы пісті да. Басы пісті, жай беріп жатыр. И анау мен эмоциямды сақтай алмадым ар жақта. Пенальтini қайтарған кезде. Біріншісін қайтарды, мен бұл тағдыр. Бұл бекерге емес деймін да. Анау ұрамады ғой, бұл значит тағы қайтарады деді. Анау сенім болып жатыр да менде ше, қайтарады бұл деп ше. И ойында ең көзге көрінген игрок кім болды сізде? Селтикте ойнаған. Не бәрі мықты, ол жерде жамандайтын игрок болған жоқ. Но мен үшін Еркін Тапалов деген ойыншы молодец. Иә, Тапалов енді красавчик, әбден жүгірді ғой. Зор ойнады, бірақ молодец. Қай жаққа барса да соның айналып бүйтіп
көрініп жатыр да көзге постоянно бүйтіп Еркін Тапалов. Енді энергия затратный ойын болды ғой, байқадың ба? Кәдімгі Қайрат ең соңғы жаңа өмірін соңғы ойнады ғой. Өйткені сөйтіп ойнау керек та. Кәдімгі жүгіріп прессинг. Енді Брендон Роджерс педі. Сол не болды енді ол айтып еді, біз бұл Қайратпен біз салыстырмаңдар, бізді мынау Реалман салыстырыңдар, біз брендпіз деп еді. И мынандай болды ғой, Қайрат типа анау киноларда бар ғой, құлайды да анау бүкіл несін еске алып кейін орнынан тұрып төбелеседі ғой, бәрін айырып тастайды ғой, сондай болды да. Анау ойнап жатыр жігіттер, анау көзінде от бар да, ойнап жатқан балдарда. Иә, жүгірді ғой мына. Біз главный сенім ғой, тренер айтқандай, Қайраттың тренер айтқандай, главный сенім болды, сонда істеді. И маған бүгін бірдеңе шықты, маған ұнамай қалды. Тренерге машина подарить етті, көрдіңіз ба? Машина подарить етіп, кімге бір планшет деді ма? Қақпашыға, иә? Иә, ол ноутбук па бірдеңе берді айтып. Енді не деген сынды ғой? Енді өздерінің бір кухнясы шығар, енді оған жоқ, мысалы қарап, тренер мықты, базар жоқ. Егер қақпаш болмағанда деп жатсың. Фамилиясы келмеген. Ой, Анарбек пе еді? Анарбеков. Егер Анарбеков, мысалы, айтайық, бірінде қайтарма ұтылды дейік. Тренерді жамандайтын еді ғой, бәрі адамдарша, по-любому оған сөз тиетін еді. Бұл ерлігін бір планшетпен ұят болды. Бұл енді, мысалы, Заруцкий ғой негізгі қақпашы. Заруцкий білесің, ұлттық құраманың қақпашысы. Бұл енді менімше өзің айтқандай бір тағдыр ма? Иә, тағдыр болып қалған ол, бекерге емес. Бәрі, мысалы, Пеленің де қарасаңыз, бәрі травма алады да, Пелені кіргізіп жіберген, мысалы да. Сөйтіп шыққан ғой бәрі, тағдырдың өзі әкеледі. Бұл сендердің планшет бергендерің сәл ұят негізі. Енді кім біледі, ертең тағы біреу бір нәрсе беріп жатыр, енді пока оған... Енді планшет емес қой, мәке. Енді қымбат планшет шығар. Ары кетсе маған 1 миллион. Не ол 1 миллион? Ол миллиардтаған ақша әкеп отыр Қазақстанға, оның айлығын алып отыр ғой. Енді қараңыз, жаңа айтады, мынау мысал үшін Реал Мадридтан болатын ойынға шамамен 4000 турист келеді екен. Бір турист $1400 расход жасайды екен. Сөйтіп соны 4000-ға көбейтіп, вообще бюджет толтырып жатыр. Нормальный ақша шығады ғой. Бюджетті толтырып жатырмыз. Бірақ орын неден келмейді ғой ол Реал Мадридтан. 4 команда келеді ғой негізі. Олардан да келеді. Енді ішіндегі жаңағы ең мықтысы Реал болып тұр ғой. Иә. Олардан бәрінен келеді да, бұл қанша миллиондаған Қазақстан бюджетіне ақша болып жатыр негізі бұл. И бұл бір планшет бергендер енді болмады да енді мәке. Мен айтайын ба, осы мына пенальти болатын кезде негізі мен жалпы Селтикке сенемін. Өйткені оларда тәжірибе бар, олар сондай жанкүйердің алдында ойнап қалған. Біздегі көрдің ғой, өңкей жастарды түсіре бастады ғой. Иә. Енді Анарбековті де мен енді олай сейв жасайды деп ойламадым. Енді өзің айтқандай тағдыр болды ғой. Енді бұл жерде мына түркі бауырлас елдер бар ғой, мына Азербайжан, жаңағы Түркиялар бүгін уже кәдімгі қуанып жатыр да. Мына Өзбекстандағы TikTokта бір қызып отырады, ұмытып қалдым атын. Сол жаңағы кәдімгі бір Өзбекстанның командасы неге шыққандай қуанып отыр. Ол да мақұл, сіз оны айтасыз. Өзбекстанның, мысалы, бізде қуандық қой, оларды чемпионат мирға шыққанда, Құсанов Ситиға өткенде қуандық қой бізде конкретно. Олардікі де қалысып отқан жоқ. Ең мықты комментатор неше пост жазды. И бір 2 видео шығарды ютубына Қайрат туралы да. Көп шығарып отыр, оларды қуанып отыр бәрі. Бауырластығымыз артып жатыр ғой енді. Кешегі ана қырғыздардың да комментаторлары айтып жатыр екен. Біз енді Алла қаласа ойындарға барамыз, кіммен ойнаса да. Енді олар жаңағы арнайы олар аккредитациямен кіреді ғой. Енді жалпы былайша айтқанда Қайраттікі биыл енді ерлік болды деп айтсақ болады. Мынау Қазақстанның жаңағы қоржынына да рейтинг сыйлады бұл. Қанша миллион адам таныды Қазақстанды. Иә, келесі жылдары уже жайлап біледі уже бізді. Біле бастайды. Бізде болғанбыз Лига чемпионов деген әңгіме болады да. Қазақстан десең, қай жер ол демейді да. Уже біле бастайды футбол. Иә, осыдан 10 жыл алдын Астана шыққан енді. 10 жылдан кейін. Кеше мен рейтингді көріп шықтым. Ең бюджет аз команда шыққан. Шериф деген бірінші орында.
Шериф. 2000 қаншада шықты, 2022-де ма бір шықты олар. Яқшыбаев баспен гол соқты ғой Реалға. Гол соққан. Сол жылы шыққанда ең аз екен оныкі бюджеті. Екінші орында Қайрат Тұра деген ең бюджет азбен шыққан. Сонда мына Қарабақтардың бюджеті көп па? Кімдікі? Қарабақ. Иә, оныкі көп қой енді. Қарабақ неңкі Азербайжандікі мықты деп ойлаймын мен. По-любому. И кімдікі? Мен түркше бір-екі подкасттар көремін ғой арасында. Түркше түсінем деп мақтанып қоя берейін да. И бір блогер ғой енді, ол да андай футболный блогер, ол айтып жатыр. Көш көжа дейді, андай не дейді? Ей, үлкен дей, Бешикташ дейді да, шығамады дейді. Неге? Иә, соны көрдім ғой менде. Кім? Бешикташ емес, Фенербахче меніңше. Неңкі қақта? Мауриньо Бешикташта ма? Жоқ, Мауриньо Фенербахче. Фенербахчені айтып жатыр. Иә, Фенербахчені айтты. Иә, дұрыс, мен шатастым. Қайрат мына жерде шығып жатыр дейді да, аны бүйтіп Қарабақ шықты мына жақта. Сендерге не жоқ деп, ана 120 неше жыл болыпты ана команданы құрылғанына. Енді Спортинг мықты ғой, енді Спортинг екі аяғы Мауриньо келді деп жатыр. Қанша трансфер істедіңдер деп, анау нерві шығып. Бір Галатасарай мен не істейміз біз деп, анау шығу керек еді. Спортинг мықтылық қылды ғой. Енді төкке мемлекеттерден үшеу шықты ғой енді. Галатасарай, Қарабақ, Қайрат шықты, бірақ білмеймін, бүкіл Қазақстан айқай. Биыл Украинадан жоқ, Украинадан бәрі ұтылып қалды ма? Жоқ, Шахтер болатын еді ғой, жылда что-то жоқ қой. Жоқ, биыл жоқ, олар ұтылып қалды бар. Ал Мәке, Манчестер Юнайтедке өтейік. Сізге сұрақ қоярдан алды, мен бір статистика айтамын сізге. Манчестер Юнайтед 28 матчта, 29 матчта 28 очко жинапты. Ол да ордаға соқпаған деді. Сіз представить ете аласыз ба? 29 матчта 28 балл жинаған. И кеше Гринбисби Таун деген 4-ші дивизионның командасымен ойнап, бірінші тайм 2-0 ұтылып жатқан кезде енді бір Магуайр ерлік көрсетіп, бүйтіп 2-2 қылып пенальтиға шықты. Пенальтида 13 адамнан пенальти тебіскен, қараң. Қайтарған уже 11-ден кейін уже тағы екінші рет. Сол кезде Брайан деген игрок теп алмады Манчестерде. И соларға ұтылды. Анау пенальти тебіп, мен көрдім ананы. Пенальти тебіскеннен кейін игроктар, анау болельщиктер ортаға жүгіріп, анау Манчестердің чемпион болғандай. Манчестерді ұтқаннан кейін чемпион деп айтасаса болады ғой негізі. Не болды на Манчестер? Енді Европада дәстүр бар ғой, чемпион болған кезде ана газонда әкетіп қалатын, сондай болып жүгіріп шықты ғой. Енді Манчестер Юнайтедте кешегі енді жіберген 2 гол Анананың қателігі ғой. Енді Анана сияқты жаңағы қақпашы бар кезде Манчестер үшін көгермейді ғой. Енді кімді құрту керек қой? Тренерді ма? Тренерді. Күйші келді ғой, өзі әлі бір сезон болған жоқ қой. Енді қандай былай ұтылу керек емес шығар. 16-шы орынға ма түсіп кетті ғой. Иә. Енді ерінбеген командам кешегі бірінші турда Арсеналға ұтылды, екінші турда Фулхэммен тең ойнады. Енді үшінші турда не болатынын білмеймін. Ертең енді бәрі сборныйға кетеді. Әжептәуір қаражат шығарып, ойыншылар алып жатыр, бірақ ойын жоқ. Не біле болған. Жоқ, Манчестер енді бұл бренд, бұл Англияның ең бетке тұтар командасы, бүйтіп позор. Бұл енді мировой неде мысалы үшін бірінші орында тұратын команда ғой. Иә, рейтинг бойынша 3 па сондай. Енді болельшігі көп. Иә, болельшігі көп. Одан кейін ең қымбат клубтардың арасында тұрады ғой. Иә. Мен бір жиенім бар да, Манчестердің жындысы ғой анау. Мен Барселонаны мазақтай беретін еді да, бүйтіп 1-2 жыл провал болды ғой Барселонада, Лига чемпионовтан құлай беріп, анау-мынау. Бірінші андай қарасаңдаршы деймін да арттарыңа. Манчестер не болып отыр? Ойын 1-0 болып кетті ғой. Анау білмеймін мен, андай командаға бүйтіп пенальтиді ұтылып. Анана бір ойын, бір допты қайтара алмайсың ба? Анарбаевтай бола алмайсың ба? Оларға сол Анарбаевты жіберу керек қой. Анарбаевты жіберу керек қой. Бармайды Анарбаев. Неге білесіз ба? Манчестер Лига чемпионы ойнамайды ғой.
Манчестер Юнайтед биыл еш жерде ойнамайды ғой. Лига Европада да жоқ. Бармайды ол. Олар былтыр тура осы біздің Ордабасы сияқты жаңағы Лига Европаны аламыз деп барды да Тоттенхемге ұтылып қалды ғой. Иә. Биыл енді білмеймін. Мен жалпы енді мен қазір ешкімге күлмеймін, өйткені өзім командамның жағдайы белгілі. Ешкімнің сыртынан сөкпеймін. Мен тек қана сол Ордабасының ғана жаңағы жағдай үшін күйінемін. Енді Манчестер Юнайтед дегенде мен бас бапкерді ауыстыру керек деп ойлаймын. Өйткені идеясы жоқ та, ол ойнап жүрген Решфордты қуып жіберді, ананы қуып жіберді, мынаны қуып жіберді. Бір Энтонинің өзі жетеді ғой негізі. Иә, Энтониді де қуып жіберді, мысалы үшін оны апарып скамейкаға отырғызып қойды. Енді Тен Хаг келген кезде де Тен Хаг та негізі удачный тренер болды деп айта алмаймын. Бұл соңғы бұның бір Лига Европаны алған кезде сол Мауриньоның кезінде алды ғой. Одан кейін жалпы Манчестерге еш нәрсе бұйырған жоқ қой. Тен Хагтың кезінде бір кубокты алды. Кім аты кім еді анау? Сульшер ма? Сульшер ме да? Сульшер, иә. Соның кезінде екінші орын алды. Енді екінші орын алды Сульшердің кезінде. Сульшерден кейін Тен Хаг келді ғой. Сол кезде кубокты алды олар, бұл финалда Ситиді жеңді ғой. Иә. Енді мынау Аморинді Спортингтен алдырды ма осыны? Иә. Енді Спортингтен алдырды, бірақ білмеймін, менімше бір жылдан асты ғой. Біздің мынау Ордабасының тренері сияқты уақыт бер деп бір жылдан асты. Енді мынау биылғы сезонда кешегі Арсеналдан ұтылғаннан кейін ол да сол несімен мақтанды ғой. Біз пәлен рет тептік, үйттік. Бірақ зор ойнады, действительно ойнады. Любой команданы жеңуге болатынын дәлелдедім, үйттім, бірақ барып Фулхэмді танымай қалды да. Ар жақтан мынау бірдеңе Таун деген. Енді мынау кешегі жаңағы Тауннан ұтылып қалғаны енді масқара. Мен оны көрдім, жаңағы мен ойлап қалдым, анау бәрі неге шығып кеткенге может. Енді оларда Евро кубок жоқ, осыны ойнай беру керек еді ғой. Түсініксіз ғой. Мысалы, олардан календар сложный болады да, сөйтіп біреуін жертіп алатын еді ғой. Кубокты ма, лига жаңағы кубогынан ба біреуінен ұтылып, сөйтіп кішкене арасынан жаңағы пространство тауып, сөйтіп ойнайтын еді ғой. Бұлар ертең білесің, ана боксинг дей болады, күніге 2 күнде бір матчты болады. Соған дейін физиканы дұрыстап дайындап, физикамен бару керек, жаңа жылға дейін дайындалып. Енді мүмкін өз-өздерін әлі кіре алмай жатқан шығар. Енді Доноруmmаны аламыз деп жатыр ғой енді, бірақ алмаса қиын-ау. Сити тартып отыр ғой Доннарумма. Енді Сити тартып отыр, Галатасарай аламыз деп жатыр. Өзі трансфер қай уақытта жабылады бізде Европада? Білмеймін, бір 2 аптада жабылуы керек негізі. Бір 2 аптада жабылады ау. Енді соға дейін бір қақпашы алмасаң, анау білесің, анан ұзаққа бармайды. Өзінің Тобыл гол жіберді. Гол жіберді ма? Жеңіс гол салды, 2-2 общий счет, 1-0 қазір. Экстра тайм болуы мүмкін. Енді бұл жерде бізге Тобыл шыққан дұрыс қой. Әлі де айтам, Тобыл шыққан дұрыс. Ойын честный болады зато. Кім жеңсе де ұтқаны жеңсін дейді да, трибунаның астында әңгіме болмайды. Енді қараң, Манчестерге қайтайықшы. Мақұл, Аморим кетті дейік. Кімді қалап отырсыз орнына? Енді бір атап айтар кандидатым жоқ, мен негізі кімді қалап отырмын? Фликті қалап отырмын. Бермейміз. Кешеге мен кімнің ойынын байқадым да, өже аналарға доп тиіп, атака қылып атса, мынау қорғаныстағылар өже алға қарай жіберіп, жаңа искусственный офсайд жасап отыр да. Соны білмеймін, бірен Флик сияқты бір бапкер керек қойырге Манчестерге. Болмаса анау бәрі келді, Тен Хаг келді, Мауриньо келді, Сульшер де келді, анау кім бар еді оған? Голландец. Ол да келді. Мен кімді көріп жатырмын? Хавиді көріп жатырмын что-то. Хави болмайды ау деп ойлаймын мен. Бос жүр ғой енді, нормально. Сол бос жүрген, ешкім жоқ қой бос жүрген. Енді сондай болып кетті ғой, мысалы үшін кімде Баварияда сол жас бапкерге мысалы үшін не қойды? Мүмкін, может, Сульшер қазір неде я? Бешикташта ма или кетіп қалды ма? Білмеймін, оны қай жерде жүрген. Клоп келсе я? Клоп келмейтін шығар деп ойлаймын. Манчестерге барса да Испанияға ма бір жерге барса керек ол. Клоп қазір Red Bullда ма бір жақта емес? Жоқ.
кетіп қалды. демалып отыр ғой көке. жоқ бір сояққа бір советник бір нәрсе болып істеп жатыр деп 2 жыл демаламын деді, әлі 1 жыл болды, міне енді 2 жыл басталды. Жігіттер деді мен демалайыншы деп. мысалы Арне Слот бар ғой, сол Клоптың орнына келген, сол мықты бапкер деп ойлайсың ба? Иә. Былтыр мысалы Ливерпулда сол кімнен ізімен чемпион болды деп ойлаймын мен. Жоқ, мысалы қараң, Клоптың мынандай да, салт кеткен. мынандай нәрсе бар да. Арне Слот келді да, жүріп атқан пойызды бұзған жоқ та ол. Иә, соны. Сол релспен алып кетті ол. Басқа тренерлер кеп, сонда істей алмайды ғой, жүріп атқан нәрсені бұзып қоятын мысалы. Обычно Ордабасының тренері мысалы. Нормально келіп атқан нәрсе бұзылып кетті. Сол сияқты да ол келді өзі, қарады, нормально жүріп жатыр, сәл-сәл бүйтіп жан-жағын бүйтіп жөндеп, осылай кетесіңдер деді. Болды, кетті. Мысалы, былтыр айырып тастады, бірақ действительно мықты ойнады. Енді былтыр Аморинді өзі сезонның ортасынан тауып келді ғой, иә? Сөйтті да оны қайтып жіберуге болатын желаниесі болмады да. Енді бірақ кеше кім айтты ғой? Кім еді? Экс Манчестердің ойыншысы қазір не болып жүр ғой жаңағы? Кім еді бұрынғы? Не білмеді? Сол айтты ғой. Кімді Аморинді ауыстыру керек деді. Болмаса мына Манчестер болмайды деп айтты ғой. Енді кім біледі, может ауыстырып та қалар, енді бай клуб, енді олардың жаңағы мына бір Челсидің хозяин сияқты біреу келмей жатыр ғой, ақшаны оңды солды шашатын. Жоқ, негізі ақшасы көп қой Манчестердің, бай ғой ол ақша деген. Глейзерлер ме еді? Просто олар біледі да бизнес екен, ол ақшаны бүйтіп болельщик келеді, ақшасы көп, сөйтіп жүр, ол бір нормально. Бірақ трансфер істеп жатқан жоқ емес, істеп жатыр ғой. Істеп жатыр. Энтонинің өзін 100 пәленбай миллионға сатып алған. Қандай баспен сатып алған ғой? Энтонинің ақшасы бар, сатып алды. Енді әшейін жүр, ақшасы жоқ емес, сатып алып отыр. Просто не дейді, бір қарғыс тиген ба, бірдеңе болған ғой бұлар. Сол ғой анау диктатура болған кезінде Сераған қанша 30 жыл басқарды ма? Атаң болатын шығар енді, ағаң емес. Ата ғой. Атаң сол оларға жаңа ғана адыраспандау керек оларды да. Сол бір қой ба бірдеңе апарып сойып, оларға бір сразу пілмә бірде сөз алу керек, сразу бірден. Білмеймін. Мына біздің Ордабасыға да бір қой сою керек, өйткені 7-ші орыннан жоғарыға көтерілмей қалды ғой. Онда бір Ордабасыға бір атар сойсаңыз да пайдасы жоқ неге? Пайдасы жоқ па? Пайдасы жоқ неге? Ол ойнау керек ол. Бұлар ойнап жатыр, бірақ шықпай жатыр да, сол үшін қой сойсын сәл может бірдеңе бол. Бұлар да ештеңе. 4-ші дивизионның командасынан 2 гол жіберу деген деймін, масқара ғой, иә? Бірінші таймда 2-0 шығып кетесіңдер да сендер. Кімді Фернандешті көрдің бе, бүйтіп басын шайқағанын запастадыр. Болмады ғой, мынау. Болмады деді. Мәке. Ой, сонымен уақытымыз келіп отыр Мәке. Қазір сізден кейін тағы бір кісімен айырып тұрып түсіреміз енді. Жаңағы Реал фан мен Барса фан болып па? Иә, соңғы сөзіңіз айтарыңыз болса Ордабасыға айтар сөз жоқ қой, білесің ғой. Сөз жоқ па? Ордабасы командасына биыл сөзім жоқ. Ордабасы командасы ертең жаңағы кубокта финалда барып қолдаймыз. Енді мен енді өзім сеніп отқан жоқпын. Мен сезон басталар кезде өзің білесің, мен бестікте боламыз деп айтып едім ғой. Сол бестікке де ілінемей қалдық қой. Ордабасы командасы енді ақыр ұпай сыйлап таратып жатыр. Кешегі Тұранға қастандық жасағанына ішім әсетті қынжылады. Тұранға отылып, мынау Ұлытауды ұту керек еді. Енді команда биыл жалпы бұндай соңғы 5-6 жылда бұндай болмаған ғой. Сол деңгейге түсіп кетті. 2022 жылы мысалы үшін жастармен ойнап шыққан ол. Сол кезде кубокты жеңгенбіз. Сол кезде де 5-ші орын алғанбыз. Ал биыл мынау сезонның жартысына келіп, мысалы үшін кешегі Наумес, Бакука, Капецина, Астанов, анау супер шабуылшы Абылайхан дегендерді алды. Бірақ еш нәрсе жоқ та, ұтылғаннан ұтылды. Екінші мынау айналымда Ордабасы командасы 2 мәрте жеңген болды. Қалған ойынның бәрінде ұтылып келіп жатыр. Ничья ойнап келіп жатыр. Енді биыл осымен аяқтау керек, басқа ешқандай сөздер жоқ. Ордабасы командасына жалпы
мынау жидесін сатып алдық. Сол биылғы жетістігіміз осы. Жетістігі магазин ашылды. Магазин ашылды, зато стадион керемет істеп қойды. Бірақ стадиондан да олардан да не кетіпті. Кеше барсам орындықтары шаң-шаң сүртпеген. Қайтадан гайыз көтеріп келуге тура келеді енді. Сол, рахмет Мәке. Жақсы. Ордабасыға сәттілік, ертең енді кубокты әкелдіңдер Шымкентке. Иә, айтамыз ғой, біз енді өкпелейміз, ренжиміз, бірақ Ордабасы жанкүйерлерін жоғалтып алды. Енді Құдай біледі, стадион тегін қылып ашып қойған шығар, өзі ешкім бармайтын болып қалды. Сол. Ордабасы командасы биыл кубокты алады, Манчестер Юнайтед Англияның чемпионы болады. Ой-ой. Жақсы. Жақсы.